ұйымдастырудың өзі болмайды. Мысалы, екі адамның басы қосып тамақ берудің өзі болмайды. Осыны ұйымдастырғандарға алғыс айтқым келеді. Және осы жерде қызмет қылатын мысалы келіндерге мынау үлкен алғыс айтқым келеді. Мына дастархан жайып осынша адамды тамақ беру өзі болмайды. Тағы бір нәрсе айтып кетейін деп жатырмын. Біздер мен алдыңғы жылы мына Ергешкенде болғанда кешке бардық, сіздер күнде аздап кешке келдік, айып етпесіңдер деген. Сонда сыртқа қарағанда не деген жақсы машиналар қатар. Бұл өмірдің жақсылығынан, әрбір отбасының жағдайының жақсылығының белгісі. Осыған қалай жағдайда жеттік біздер бұлай ойлағанда. Кім басшылық етті, кім бастады осыны. Сонда бір еске алып қоюымыз керек деп ойлаймын. Оны бастаған біздің көше болды, хабарларында. Соғысы бастап көшті. Қанша халықтың басын қосты. Осы жерден бір 53 участок алып, әкіметтің шешімін шығарып әкімдіктен. Ауылға барып, халықты жиын өткізген жағдайы бар. Соғысының арқасы деп ойлаймын. Жатқан жері жайлы болсын, топырағы торқалы болсын. Ұрпақтар дендерсі өмірлері ұзақ болсын. Мынау не дейді әлі барлық жағдай бірлікте дейді, ынтымақта. Мысалы, ынтымақ бар жерде береке болады. Адамның көзі, мысалы, мейірімге дейін, көзде мейірім. Осы бір жылдың ішінде бір-бірімізді көріп артымыз. Мысалы, бұл да үлкен жағдай деп ойлаймын. Осы бір жылдың ішінде, мысалы, қанша туған туысқандар, бауырлар өмірден өткен шығар. Олардың жатқан жерлері жайлы, топырағы торқалы болсын. Осы жылдың ішінде қанша ұрпақтар дүниеге келген шығар. Олардың бауыр беріп өмірлері ұзақ болсын. Осы еліміздің жас азаматтары болып өсе берсін. Мынау осы отбасыларымызда қуаныш жақсылық болсын. Дастархандарын жақсылыққа жайылсын. Елдің жол осындай жақсылық күндерге төрт көзіміз түгел ойнап жете берейік. Рахмет.